Мен бүгінгі ата-ана мен балабақша бірлестік атты тренингімді көңілді амандасудан бастадым. Педагогтар мен ата-аналар ынтымақтастығының негізгі тәсілдерінің бірі бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру. Оны жүзеге асыру кезінде ата-аналар мектепке дейінгі ұйымның қызметіне қатысады және тәрбиелеу, білім беру процесінің белсенді қатысушысы бола алады. Жұмсақ шеңбер ойынында ата-аналар балаға деген жауапкершілікті ерекше сезінді. Өйткені жіп бала. Баланы төменге түсірмей, тұңғиыққа батырмай, тек жоғары көтеріп, әрдайым қолдау көрсетіп отыру керектігін түсінді. Тәрбиелеу мен дамыту ерте балалық шақтан басталады. Бұл ғылыми тұжырымдармен дәлелденген. Балаларды тәрбиелеуде отбасындағы жайлы жағдай, ата-аналардың моральдық қасиеттері зор маңызға ие. Сондықтан балаларды дамыту мен тәрбиелеу үшін отбасы мен мектепке дейінгі ұйымның күш-жігерін біріктіру қажет. Тәрбиешінің мақсаты ата-аналарды баланың даму процесіне тарта отырып, қызығушылығын арттыру бойынша көмек көрсету. Осы бағытта мен додекаэдр әдісі, яғни шеңберлі сұрақ әдісін алдым. Ата-аналар өз баласын жақсы білуі керек. Оны басқа, өзі үшін таныс емес жағынан көруі тиіс. Педагогтармен өзара қарым-қатынаста болуы қажет. Сұрақтар арқылы қатысушылардың өз ойларын ашық жеткізіп, бір-бірінің пікірін құрметтеуге, сеніммен қарауға бейімдеу. Тәрбиелеу, білім беру процесіне ата-аналарды тарту бағыты тәрбиеші тарапынан ерекше дайындықты, сондай-ақ ата-аналардың балалармен бірге педагогтардан үйренуге, педагогтармен бірге балаларын үйретуге деген ұмтылысын талап етеді. Қайшысыз адам бейнесін құю әдісі арқылы ата-аналар барлық балаға берілетін білім мен тәрбие бір, әр баланың қабылдау қабілеті әртүрлі екенін түсінді. Мен ата-аналарға қандай жағдаятты сұрақтар қоятын ойластыра отырып, оларға өздері жауап алғысы келетін сұрақтар дайындауды жөн көрдім. Жағдаятты сұрақтар арқылы ата-аналарды балаларын тәрбиелеу жағдайларымен, міндеттермен және әдістермен таныстырып, балабақшаның рөлі туралы үстіртін пайымдауды еңсеруге ықпал еттім. Тәрбиешілер мен ата-аналардың бірігіп іс-әрекетке және тәрбиелеу, білім беру процесіне қатысуы тәрбиешілер мен ата-аналардың өзара іс-қимылының ең жоғарғы деңгейі болып табылады. Мектеп жасына дейінгі бала өзін, басқа адамдарды ата-анасының әрекеттері арқылы айқындайды. Сондықтан да, егер балабақша отбасымен байланыста болса, егер тәрбиешілер мен ата-аналар арасында сенім мен ынтымақтастық қарым-қатынас орнатылса, тәрбиенің міндеттерін табысты шешуге болады. Осы мақсатта күн шуағы ойыны ойналды. Мақсаты: ата-аналар мен тәрбиеші арасында сенімді қарым-қатынас, ауызбіршілік, ынтымақ, бірлік, тығыз байланыс болса, шықпайтын тығырық болмайды. Барлық қиындықтардан бірге төзіп өтеміз. Ата-аналар тренингтен алған әсерлерін жылы жүрек атты жылулық шеңбері арқылы білдірді. Назарларыңызға рахмет.